Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен классикалық бисквит дайындаймыз. Жасалу жолы оңай әрі тез. Бізге шекер, жұмыртқа, ұн және қопсытқыш керек. Ең алдымен жұмыртқа мен шекерімізді соғып аламыз. Шекерді аз-аздан салып отырамыз. Массамыз осындай болып ақ болып көтерілгенше соғамыз. Ұн мен қопсытқышты електен өткізіп саламыз және лопаткамен араластырып, массамыз отырып қалмау керек. Формамызға май жағып немесе пергамент қағазын жайып, массамызды құямыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Бисквитіміз дайын, жақсы көтеріліп шықты. Астарыңыз дәмді болсын.